Тамшы KZ ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулилля амма бад. Соңғы кездерде сол әлеуметтік желілерге, интернет бөліктеріне көңіл бөлмейтін едім. Сол жақта жұмыс жасап жатқан бауырларымыздың өтінішімен, осы көпшілік жамағаттың өтінішімен осы мәселелерге тоқталуды дұрыс деп көрдік. Себебі бұл мәселелерге мен мүлде жауап жазбаймын деген ойым бар еді. Себебі ізденген адам бұл мәселені ақиқатында табады, және алып қашты сөздің түбі ешқашанда орынсыз, оның тамыры да болмайды. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала жақсы сөз, жаман сөз туралы айтылғанда, Ибрахим сүресінде, жаман сөз сондай бір тамыры жоқ бір ағаш сияқты дейді. Төбе жағы гүлдеп әдемі болып өсіп тұрғанмен, оның тамыры терең емес, сәл ғана бір сел тұрса, жел тұрса ұшып кететін бір болымсыз нәрсе дейді. Дегенмен енді халық осыны өтініш қылып жатыр. Жақында 1-2 бауырымызда сол мәселені бір қозғап өтсеңіз, өзіңіз айтсаңыз дегеннен кейін айтып жатырмыз. Ол мәселеге тағы да кірместен бұрын естеріңізде болса керек, кезінде имам Бұхаридің өзі Ашариден риуаят алады деген сөзді біраз адамдар дау қылған. Имам Ашари кеш өмір сүрген, имам Бұхари ертірақ өткен, бұл қалай Ашари болады деп. Жақында Шейх Саид Фуда, бұны енді біреулер софы дейтін шығар, енді тағы да біреулер. Бірінші сол кісінің біліміне жетіп алсын, соны айтқан адам. Шейх доктор Саид Фуда ақида бабында сөз қозғап жатқан кезінде осы мәселені айтып кетеді. Біздің әхлі сүнна уәл жамаа екі үлкен топтардан тұрса, сол біреу әхлүл хадис және жаңағыдегі осы ханбалиттер болса, біреуі Ашари мен Матуриди тобы. Кімде-кім осы пікірді ұстанса, сол әхлі сүннадан болады. Яғни әхлі сүнна деген сөз кеш шықса да, ақида мәселесі кеш шықса да, тіпті сахабалар осы сөзді ұстанғаннан, мысалы сахабалардан кейінгі табииндардың ірі ғалымдары осы сөзді айтты деген сөз, бұлар да сол сахабалардың жолын ұстанды деп аталынады, яғни әхлі сүнна уәл жамаадан деп аталынады деп айтады. Мысал айтайық, ол кісінің өзі дәлме-дәл айтқан сөзі, әдемі сөзі бар. Имамдардың ішінде табиин үлкен ғалымдардың өздері, мысалы ол кісілердің ақидаға көзқарастары, егер сол әхлі сүннаның көзқарастарына сол дұрыс болып, соны қолдап келген болса, олар Ашари деп айтып кетеді. Сонда имам Ашари олардан кеш өмір сүріп кетсе де, олар Ашаридің ақидасында дейді. Дәл сол сияқты имам Бұхаридің ұстаздарының көпшілігі сол Ашаридің ақидасында. Оның риуаят алған, сиқа деп ұстанған, риуаят алуға жарамды деген атақты хадис жеткізуші ғалымдардың көпшілігі де осы Ашари ақидасында. Бірақ бұл мәселені кезінде, Құдайға шүкір, мен оны қатты толықтап айтқан да жоқпын, түрткен де жоқпын, халық өзі жауап беріп кеткен еді. Дәл сол сияқты мына мәселені де қозғайма десем, ол мәселе олай қозғалмады. Ізденбеді ма, жоқ халық жалқау болды ма, әлде өзімнен жауап күтті ма? Уәсила мәселесі. Уәсила туралы менің сабағым бар. Соны тағы да бір мұқият тыңдап шығуды сіздерге шақырамын. Ол жерде кітаптардың бетіменен, ғалымдардың сөздерімен мұқият айтқанмын. Сабақ алам деген адамдар болса, сол жерден бір көріп шығыңыздар. Қазірге қозғалып жатқан тағы бір мәселе, жақын арада осы телефон арқылы кейбір адамдар сұрақ жауап алады. Мен сол жерде расында да менің қателігім бопты. Сұрақ қалай беріледі? Қысқа ғана сол өзіне ғана жауап беретінмін. Сосын егер білсеңіздер, ол сұрақ көпшілікке тарқатуға арналған сұрақ жауап емес. Негізі сол кісінің сұрағына қойылған жауап еді. Дегенменен енді расында да Алла разы болсын, бір жігіттер аманатым саған ғана жауап берген сұрағым бұл басқаға арналмаған, сенің мойныңдағы аманат дегеніме ұстанған адамдар болды. Ал біреулерге менің бір шатасқаным керек. Сол бір жерде бір жерім шатасып, тілден бір жерден жаңылып кетсем, соны
ала жүгіріп жұртқа жая шыққаны өзіне абырой болған сияқты болды. Мысал айтайық, мынау батыс өлкесіндегі мәселені тағы қозғап кетейін. Мен енді сәл ерікті болғасын кеңдеу айтып жатырмын, созып кеткенім үшін кешірім сұраймын. Батыс өлкесінде бір хадисті сұрақ қойды, егер сол жерді анық білсеңіз. Мынау хадиске не дейсіз деді. Мен дәл сол хадистің өзіне ғана жауап бердім. Бұл хадистің өзі сахих емес, тіпті ғұламалардың сөзі немесе алып қашты сөздер, бірақ бұл пайғамбардың сөзі емес деп жауап бердім. Осыны ары қарай біреулер дау қылды. Қазақтың бүкіл бәріне исі қазаққа Арман Қуанышбаев дұшпан бола салды. Неге онда ол сұрақты кеңінен қоймайды? Осы хадистің сүйеніп тұрған мәселесі туралы айтпайсыз ба? Немесе басқа туралы, бұған басқа осы мағынадағы хадистер бар ма? Мынау адам не деді деген сияқты сөздер қозғалмады. Ары қарай бірақ әлеуметтік желілерде адамдар дамыту үшін басқа сөздерді қозғап кетті. Бұл ұят болады, бауырлар. Мен сол хадис бауырында айтылған сөз еді. Дәл сол хадисті сахих қылып алып кеп берсеңіз, мен көнемін. Бірақ біліп алыңыздар, сіздердің қазір мысалы алып тастаған, оған да жауап айтып қойдым. Анау Рухул Баян деген кітапта айтылыпты десеңіз, бірінші біліп алыңыз, тәфсір кітаптарында тіпті маузу өтірік хадисте айтылады. Ол Рухул Баян тәфсір кітаптарының авторитет кітабы да емес. Яғни мысалы Ибн Касир сияқты да, Табари, тәфсир Алуси, тіпті тәфсир Джалалайн сияқты да дәрежесіне жетпеген тәфсір бұл. Рухул Баян деген кітап. Рухул Баян деген бір рухани жазылған тәфсір емес, әдеби кітап десе де болар еді. Бұл әдемі тіл ұстарту үшін, Құран туралы ой пікір туғызу үшін жазылған тәфсір іспеттес Құран туралы түсініктеме. Ол дәлел үшін жазылмайды ол жерде. Бірақ біреулер міне кітапта айтылды деп жан-жаққа тырманады. Бір жақтағы айдаладағы Дагестандағы бір адамның сөзін алып келіп, бұл ол жерге қатысы жоқ сөз еді. Ол имамның өзінің де артынан ағып атқан былығы бар. Мысалы, христиандарды өзінің бауырымыз деп алып, жаңа солармен қыз алып қыз берсең болады деген мәселесі де толып жатыр. Оған кірмей-ақ қояйық, бірақ бауырлар, дәл хадистің төңірегіне келсек, бұл хадис әлі де айтамын, қате пікір. Ал бірақ хадистің қозғаған мәселесі, ол туралы мен интернетте жауап беріп қойдым. Қабір зияратына пайғамбарымыз рұқсат берген, қабірге зияратқа баруға болады. Ол жерлерді туристік сапар сияқты қылып ата-бабамыздың салған мешіттерін, медреселерін, кесенелерін бәрін қалағаныңызша аралаңыз, көріңіз. Құранда айтылған фасиру фил ард, жер бетін аралаңыздар, көріңіздер деген сөздері бар. Сондықтан оның ешқандай зиян жоқ. Қабір зияратын пайғамбарымыздың өзі де айтқан, мен қабір зияратына баяғыда тыйып едім, енді зияратқа рұқсат бердім. Ақыреттерің еске түсіреді, зиярат қылыңдар деген сөздер бар. Өлікке дұға қылу да рұқсат етілген, Құран оқу да рұқсат етілген, ол бөлек мәселе. Бірақ менің қазіргі қозғамақшы болған нағыз анық мәселем, бұл бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзіне, өзінің жахына, өзінің атыменен сұрау. Әулие әнбиелер мәселесіндегі медет сұрау мәселесі. Осыны интернет желілерінде медет сұрауға шариғатымызда бар деп айтқан сөзім бар. Иә, бар. Бірақ шариғат бойынша орны бар оның. Қалай сұрау тәртібі бар. Соны нақтылап, түсінікті қылып айтып кетуге әрекет жасайын, мұқият тыңдап көріңіз. Біріншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің атымен және өзінің дейді ғой, өзінің сол пайғамбардың ұлылығы мен пайғамбардың қасиетімен деп сұрау. Бұл бар нәрсе ма? Мысал айтайықшы. Жүсіп алейхиссалам өзінің әкесі көзі көрмей қалған кезінде көйлегін беріп жіберді. Көйлегінің иісін ескегеннен көзі көріп кетті. Сонда пайғамбардың көйлегі қандай болып тұр? Жүсіптің. Оның сонда біздің Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз көйлектей болмағаны ма дәрежесі? Бір көйлектей де боламағаны ма? Құдай сақтасын. Бұл сопылардың адасқан сөздері емес. Бұл шариғатымыздың, асыл дана шариғатымыздың, пайғамбарымыздың алып кетілген хидаяты.
Тағы да дәлел, пайғамбарымыз көзі жұмылып кеткеннен кейін пайғамбарымыздың тоны Мадинада әркімнің үйінде қолма-қол жүретін. Ауырып қалған адам сол тонды алып келетін. Сөйтіп үстіне жамылып жататын. Сол тонды жамылып жатып, сол жамылу арқылы Алладан шипа сұрайтын. Пайғамбарымыздың дәрет суларына адамдар таласатын. Пайғамбарымыздың түкірігіне таласатын. Пайғамбарымыздың шашына әлі күнге шейін таласамыз. Мен деген ұлы сахабалар, мен деген ұлы қолбасшылар пайғамбарымыз шашын жанына алып жүргенді жақсы көретін. Мысалы, Халид ибн Валид пайғамбарымыздың шашын дулығасына тақпай соғысқа шықпайтын. Сонда ол да ширк жасап жатыр ма? Пайғамбар өліп қалған, оның шашын алып жүр да жанында. Ширк жасап жүр ма? Сонда сол шашқа табынып жатыр деген сөз бола ма? Кешіріңіздер. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ұлылығына деген, теберік деген мәселелер қозғалған бұл жерде. Бұл шариғатта бар және өшпейтін әріптермен, сахих риуаяттермен келген нәрсе. Тағы бір үлкендеу дәлел ретінде мен әдейі айтқанмын. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы келген хадис бар. Бұл Абу Дауудте сахих риуаятпен келеді, Тирмизиде да сахих риуаят, Хасан сахих риуаятпен келеді, басқа жерлерде де риуаятпен келеді. Абдурахман ибн Хунайф деген кісі риуаят етіп айтады. Бұл пайғамбардың заманын айтылады. Пайғамбардың заманында болған уақиға, бір көзі соқыр адам мешітке кіріп келіп, мен көзім соқырлығын туралы пайғамбарға не айтады? Өзінің көзінің соқырлығы туралы пайғамбарға шағым айтады. Пайғамбарымыз шыдасаң саған жәннат дейді. Бірақ пайғамбарымыздың бұл айтқанына бұл кісі онша көне қоймай, пайғамбарымыздан өзінің айтқанын қайта-қайта сұрай береді. Сосын пайғамбарымыз бұл кісіге дұға үйретеді. Не дейді? Дұға үйреткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арабшасын айтайын әдейі. Аллахумма инни атаваджаху бика иля набийика Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Аллахумма инни атаваджаху илайка би набийика. Сөзбе сөз айтайық. Аллахумма, я Аллахым, инни мен, расында да мен, атаваджаху илайка, саған жүзденемін, би набийика, сенің пайғамбарыңмен. Набийя рахмати, ол мейірімнің пайғамбары. Я Мухаммад, я сөздің жалғасы, дұға, пайғамбарымыз өзі үйреткен дұғасы. Ей Мұхаммед, дұғада сөйтіп айту керек екен, Мұхаммедке жүзделу керек екен, қараңшы, атын айту керек. Я Мухаммад, инни атаваджаху бика иля Робби, мен сен арқылы Раббыма жүзденемін. Яғни пайғамбар арқылы Раббысына жүзденеді. Ли юқда хаджати, менің қажетім өтелу үшін. Дегесін қажетіңді айт дейді да болды. Әлі кісі екі ракат, бірінші дәрет алады, екі ракат намаз оқып, осы дұғаны айтады да, екі көзі көріп келді дейді алдымызға. Бұл пайғамбардың тірі уақытында болды десеңіз, өлген уақытында да осы хадисті риуаят қылған Абдурахман ибн Хунайф тағы риуаят қылады. Омар халифаның алдына бір адам кіре алмайды. Кіре алмағаннан кейін, бұл да сахих риуаят. Кіре алмайды. Кіре алмағаннан кейін қиналып мешітте бас салбырап отырса, әлгі сахаба көріп қалып, не болды десе, мен осы кімде Амир аль-Муъминин, мұъминдердің әміршісінде бір жұмысым бар еді, соған кіре алмай отырман дегенде, мен саған бір дұға үйретейін дейді. Қазір дәрет ал, екі рәкат намаз оқыды, мынау дұғаны айт деп. Бір-екі ауыз дұғаны үйретеді. Жаңағыдегі жоғарыда араб тіліндегі дұғаны. Аллахумма инни атаваджаху илайка би набийика Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалама набия рахмати. Я Мухаммаду инни атаваджаху бика иля Робби лиуқда хаджати. Болды. Осы дұға. Осы дұғаны айта салысыменен әлгі кісі Омардың алдына, есігінің алдына барса, Омар есігінің алдынан шығып тұр да. Жолға алмай жүрген Омары есігінің алдына бір өзі шығып тұр. Мен сізде шаруам бар еді деп, сонымен жолығып, қайттан мешітке келіп қуанып отырады. Әлгі сахаба көріп қалады. Не болды десе, қуандым, Омардың өзі шығып тұр екен, осындай жолығып қайттым дегенде бұл кісі айтады. Сен жай Омарды көру үшін айттың ғой бұл дұғаны. Адамдар көзі соқыр болған кезінде көзін сұрап алған деп пайғамбарымыздан риуаят қылып осы хадисті айтып береді. Сондықтан бауырлар, бұл пайғамбар өлгеннен кейін де сахабалар я Мұхаммед деп дұға сұрауға рұқсат берген. Яғни медет сұрау мағынасының мәселесі қайда жатыр? Пайғамбардың өзі өліп қалды ғой, болды десеңіз, Құранда айтады: "Уәләл ахирату хайрул лака минал ула" дейді.
саған мына дүниеден гөрі ақырет дұрысырақ, қайырлырақ дейді. Абзалырақ деп айтылады. Одан бөлек мен осы жігіттерге Құранның аятында айтып бердім. Соны да түсінбеген адамға таң қалдым. Алла тағала Құран-ы Кәримде Тәубе сүресінің 100 аятында ансарлар туралы және мұхаджирлер, сахабалар туралы олардың жақсылыққа таласуы туралы сөз қозғайды. Сөйтіп 105 аятында былай деп айтады. Құли амалу фасайараллаху амалакум ва расулуху вал муъминун. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт, сендер амал жасаңдар, яғни жақсылыққа таласыңдар, жасаңдар. Сендердің жасаған жақсылық амалдарыңды Алла көреді. Ва расулуху вал муъминун, пайғамбары көреді және муъминдар көреді деп айтады. 105 аятында келеді Тәубе сүресінің. Осы сүренің мен бұл жерде тәпсірін өзім қалтамнан айтып отқан жоқпын, бауырлар. Осы тәпсірдің, сөздің тәпсірінде имам Құртуби, енді бұны дереу уже қатеге шығаратын шығар, имам Құртуби ширкке шақырып жатыр деп. Имам Табари, онда мүшрик деп қойыңыз. Ибн Касир, оны да қосасаңыз, онда пайғамбарымыздан риуаят қылады хадисті. Бұл хадис, сахих хадис. Имам Альбанидің өзі сахих деген. Онда имам Альбаниді ширкке шақырып жатыр. Онда қосасаңыз. Хадисте былай деп айтылады. Сендердің амалдарың, сендердің ата-бабаларыңа ұсынылады, көрсетіледі. Егер ол жақсы амал болса, олар қуанып дұға қылады екен, я Аллахым, осы жақсылықтан айырма деп. Егер ол жаман амал болатын болса, олар дұға қылады екен, я Аллахым, бұны жақсылық жасамай дүниеден алма дейді екен. Бұл сахих хадис. Яғни өлген адамдар бізге дұға қыла алады. Тағы да дәлел айтайыншы. Ясин сүресінде Хабиб ан-Наджар туралы айтылады, білесіздер, оны тәфсірін оқысаңыздар түсінесіздер. Ясин сүресінде бір кісіні адамдар тура жолға шақырған үшін өлтіріп тастайды. Сонда ол өлгеннен кейін жәннаттағы орны көрсетіледі оған. Сонда ол дұға қылады қайтадан. Я лайта қауми я'ламун бима ғафарали рабби ва жa'алани минал мукрам. Я шіркінай, мына қауымым менің мынандай ұлы қадірлі адамдардан болғанымды, мынандай ұлы жерлерге жеткенімді көрсе екен ғой деп Құдайдан ража, дұға қылады. Тағы да дәлел. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтады. Джафар деген інісі, Джафар ибн Аби Талиб, Муъта соғысында өледі. Сол өлгенін айтып отырады. Содан кейін, бірақ уақыттардан кейін хабар береді. Ол кісі жәннатқа келді. Жәннатқа келгеннен кейін Алла тағала сұрайды екен, тілегеніңді сұра дегенде, қайтадан маған өмірге қайтар, мен қайтадан осындай болып өлейінші дегенде, менің өмірге қайтаруға сөзім жоқ дейді. Яғни сен бұл дүниеден өткеннен кейін арғы дүниеге қайтпайсың. Басқа нәрсе сұра дейді. Сонда менің өзімнің бауырларыма сәлем жеткізші дейді. Сәлемдемесі қалай? Жай емес, сәлемдеме жеткіз. Өмірлерің сәлемдеме жеткіз. Сол сәлемдеме бойынша былай деп айтылады. Алланың әулиелерін өлілер деп есептемеңдер. Олар Алланың құзырында тірі деп сәлемдеме жеткізіледі. Яғни Аллаға дұғасы өтеді, сәлемдемесі өтеді. Бұл неден білдіреді? Сіз тірісінде бір адамнан қалай дұға сұрайсыз, өліде де солай дұға сұрай аласыз деген дәлелдер тұр. Жоғарыдағы дәлелдердің бәрі. Міне осы жерден жұрттың қазір басы жарылған шығар осы сөзден кейін. Жоғарыдағыны қайтаран тыңдап алыңыз. Құранның аятын айттым. Пайғамбардың сахих хадисін айттым. Ғұламалардың сөздерін, пайғамбарымыздың басқа да хадистері, бұндай дәлелдері өте көп. Осы жерде бірақ анық бір сызып кететін мәселе бар. Адамдар бір қабірстанға барып, қабір егесінен сен маған бер деп сұрауға ақысы жоқ, бауырлар. Өйткені ол адам еш нәрсе бере алмайды. Пайда да зиян да Алладан, бауырлар, біліп алыңыздар. Тіпті кейбір адамдар қазір айтады ғой, тіріден сұрай аласың, өліден сұрай алмайсың деудің өзі қате.
негізі пайғамбарымыз айтады, ихфазиллах яхфазук деген пайғамбарымыздың әдемі хадисінде, егер бүкіл адамзат саған бір пайда келтірем десе, Алланың жазған сөзінен артық саған пайда келтірмейді. Және егер саған адамдар бүкіл барлық жабылып жамандық жасайым десе, Алланы маңдайыңа жазғаннан артық жамандық келтіре алмайды. Бұның дегені пайда да зиянда Алладан дегені. Мына дүниеде де, арғы дүниеде де пайда да зиянда Алладан. Адамнан сіз көре алмайсыз ешқашан. Қайтып айтып кетем. Қабірде жатқан адамнан сіз барып маған машина бер, маған денсаулық бер, маған бала бер деп сұрай алмайсыз. Сіз одан дұға сұрай аласыз. Медет деген осы жерде тұр мәселе. Дұға сұрай аласыз. Жоғарынан қараңыз. Пайғамбарымыздың атын атап дұға сұраған. Я Мұхаммад деп тұрып, мен сені ортаға қоямын деп сұраған дұғалар бар. Сахих хадиспен келген. Сондықтан бауырлар, бұл мәселені тереңірек зерттеңіз. Уақыттың тапшылығынан мен бұл мәселеге өте қысқа барынша тоқталғаным. Ең соңында тағы бір мәселе айтып кететінім, бұл да талас. Имам Ахмадтың өзінің риуаятынан келген хадис. Оның баласы риуаят қылып айтады. Имам Ахмад жолда кетіп баратып, қажылыққа адасып қалады. Сонда адасып қалғанда, Алланың достары жол, Алланың достары жол, Алланың құлдары жол дегеннен кейін жол тауып кеттім деп айтады. Кімде-кім адасып кетсе, я Абдаллахи тариқ, Алланың құлдары жол, жол деп айтсаңдар, жол табасыңдар дейді. Бұл хадистің сахихтігі бір кездерде талас тудырды. Өйткені осыған бұрмалағысы келген адамдар, соны риуаятын қылған адамдарда талас шықты. Фихи мақал деді. Бірақ оны жамандағанда, жақсылағанда адам бар. Екі сөз де бар. Сахих риуаяты да тұр оның. Тіпті біреулер айтты, мақыл деді. Бұл хадис болмаса, онда имам Ахмад неге бұған амал қылды деген сөз шықты. Ақыры. Имам Ахмадтан үлкенсің ба сен? Хадистің ғалымы ғой ол кісі. Неге онда соған амал қылады бұл кісі? Бұл мүшрик па сонда? Ширк қылып жүрма сонда? Дегеннен кейін қарасаңызшы, Саудияда бір ғалым жауап береді. Атын атамайық қой, бір ғалым жауап береді. Бұл хадис сахих, бұл риуаят сахих. Бірақ бұл жерде мүмкін, Алланың құлдары дегенде бұл әулиелер емес, әнбилер емес, олардан сұрап атқан дұға емес. Бұл не? Бұл періштелер шығар дейді. Бұл ғайып әлемі тек қана осы жерде тәуел қыла алынады. Көрдіңіз бе? Ақыры хадистің сахихтығына талас алмағаннан кейін ішіне тәуелге кіріп кетті да. Тәуел қылмайды, тура мағынада аламыз деген еді ғой. Жоқ, тәуелге кіріп кетті. Бұл періштелер шығар. Өйткені періштелер тірі адамның жанында жүреді, оң жағында, сол жағында отырады. Сонда періштелер жол көрсететінде қасиеті бар екен ғой деген мағынаға келеміз, деген мағынаға кетіп қалды. Қай халде де бауырлар, бұл хадис сахих. Осыған ұқсас мысалдар көп. Қорытып айтатыным, бір мысал келсе, ширкке жол ашылды, бұл ширк екен, бұл дәлелі жоқ екен деп әр нәрсені асығыс қабылдамаңыз. Ол туралы айтылған сахих хадистерде, сахих хабарлар да өте көп. Айта бер десеңіз, бұны бірнеше сабақ қылып, хадистерменен Құран аяттарын толтыруға болады. Мен сіздерге бір бөлігін, әшейін бір кішкентай жұрнағын айттым. Алла сіздер мен біздерге дұрыс жолды нәсіп етсін, және қате жолынан өзі кешірсін. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.